эксперименттер жүргізеді. Кенеттен белгісіз адам онымен компьютер арқылы байланысып, ғалымның жұмысымен таныспын деп көмек сұрайды. Ол сондай ақ жобаның тоқтатылғанын білетінін, бірақ оны аяқтау керек екенін айтады. Өйткені бұл жоғары болмыс ақыр заманның алдын алатын жалғыз адам болады. Бұл аяқталуды доктор Майкл Свофорд алдын ала болжаған болатын. Ол осы тақырыпты ақыр соңында «Жарық пайда болды» атты кітап жазған. Содан кейін дәрігер гамма сәулеленудің энергиясы туралы айтатын телешоуда өз теориясын түсіндіруге шақырылады. Оның айтуынша, жұлдыз өлген кезде қара құрдым пайда болып, оның гамма энергиясы орасан зор күшпен бөлініп, жолындағы барлық нәрсені жойып жібереді. Ең қорқыныштысы, құс жолындағы жұлдыздардың бірі жаңа ғана өліп, оның энергиясы тікелей жерге түседі. Бұл жай ғана теория болса да, дәрігер бұл апатты оқиғаның салдарынан ештеңе жасалмаса, планетадағы тіршілік жойылып кетеді деп қорқады. Зертханаға оралғанда, жұмбақ адам ғалымға жобаны аяқтау үшін идеалды тақырыпты табу керек екенін айтады. Бұл екеуі бүкіл әлем бойынша жақсырақ өзі жоюға бейім кандидаттарды табу үшін күш біріктіреді. Көп ізденістен кейін олар алкоголизммен және ашулану мәселелерімен күресіп жүрген 45 жастағы күзетші Джо Стедманды табады. Бұрын ол әйелі Хизермен бірге кішкентай қызы Зоймен жағажайда бақытты сәтті өткізген. Үйге оралмас бұрын кішкентай қыз шамшырақтың біртүрлі ырғақпен жыпылықтағанын көрді. Джо Маяк оның өтініші бойынша морзе коды бар хабарлама жіберіп жатқанын түсіндіреді. Және ол оны мен сені жақсы көремін, Зои деп аудара бастайды. Содан кейін отбасы үйлеріне қайтады. Ал ерлі зайыптылар екінші қызы Рияның дүниеге келуін асыға күтеді. Өкінішке орай, бірнеше жылдан кейін Хизер қатты ауырып, қайтыс болды. Джо бұл жоғалтуды жеңе алмады, және оның бақылаусыз ашуы оның екі қызымен ажырасуына себеп болды. Зои әрі қарай жүріп, медбике мамандығын бітіріп жатқанда, Рия кейбір заттармен қиындықтарға тап болды, және Нико есімді қылмыскермен қорқынышты қарым-қатынаста болды. Бұл деректердің барлығын Джо мен оның қыздарын жасырын камералар арқылы күнделікті бақылайтын ғалым жинап жатыр. Келесі күні таңертең, ғалым терапия сабағында жатқан Джоны бақылап, емделу барысындағы жетістіктері туралы айтып берді. Бір жылдан астам уақыт бойы ішімдік ішпегенімен қатар, ол Редлотта күзетші болып, жаңа жұмысқа орналасты және отбасымен, қызымен қайта қосылғысы келеді. Сеанстан кейін ол Майклмен серуендеуден оралған Зоимен кездесуге барады. Қыз әкесін көргеніне қуанбайды, бірақ Джо оған емделуде ілгерілеушілік бар екенін айтуға тырысады, және одан Риямен сөйлесуге көмектесуін сұрайды. Ол сондай ақ оған арнайы сатып алған сыйлығын береді. Бірақ ол қазір әкесімен сөйлескісі келмейтінін айтып, бас тартады. Осыған қарамастан, Джо табандылық танытып, сыйлықты сөмкесіне салуға тырысады. Бірақ Майкл ашуланып, оған құлап кетуін айтады. Алайда, жас жігіттің бұл әрекеті Джоны ашуландырады, және Майклды ұрып, соғумен қатар, мойнын қысып, оны дуалға қысады. Зои үмітін үзіп, әкесімен бетпе-бет келіп, ол ешқашан өзгермейтінін және одан аулақ болу керектігін айтады. Ол тыныштала салысымен, Джо қызынан кешірім сұрауға тырысады. Бірақ ол жігітімен оны елеме кетіп қалады. Кейінірек Джо кіші қызымен татуласу үшін хабарласады. Бірақ ол оның қоңырауларына жауап бермейді. Не істерін білмей, Хизермен өткізген соңғы күнін есіне алып, көлігінде жалғыз отырады. Ерлі зайыптылар аурухана бөлмесінде жатты. Ал Хизер күйеуіне бұл жағдайды қабылдағанын айтты. Ол оған Зои мен Ри болмаған кезде оған қамқор боламын деп уәде берді. Алайда Джо уәдесінде тұра алмады. Енді ол отбасын қалай біріктіру керектігін білмейді. Бұл жеткіліксіз сияқты. Жолаушы орындығында бейтаныс адам пайда болып, қарсылық көрсетуге тырысқан, бірақ есінен танып қалған Джоны тұншықтыра бастайды. Көп ұзамай оны құпия зертханаға апарады. Онда ғалым құрылғыны ине арқылы оң көзіне енгізеді. Осыдан кейін Джо аллеяда оянады. Ал ғалым онымен көру жүйкесіне енгізілген құрылғы арқылы байланысады. Джо қатты бас ауруын сезінеді, және ғалым оған қандай да бір жоғары күшке ие болу үшін сайланғанын айтады. Бұл адам не туралы айтып жатқанын білмейді. Ал басқа жаққа қараса, камера қауіпсіздігі жазып алған өзінің суреттерін көрсететін дисплейі бар портфельді тауып алады. Портфельдің ішінен Джо мылтықты тауып алады, бірақ оны алып үлгермей жатып, басы одан сайын ауыра бастайды. Ғалымның айтуынша, ол жаңа ғана миына алдағы миссияларда пайдалы болатын әртүрлі деректерді жіберетін механизмді іске қосқан. Сонымен қатар, ол Джоға қыздарының суреттерін көрсетіп, егер олармен татуласқысы келсе, оның барлық бұйрықтарын орындауға тура келетінін айтты. Басы қатты ауырған Джо келседі де, бірнеше секундтан кейін бір әйел келіп, оның жағдайы жақсы ма деп сұрайды. Джо көмек сұрайды. Бірақ ғалым өзінің алғашқы тапсырмасы ретінде портфелінен мылтық алып, әйелді атып тастау керектігін айтады. Ер адам бас тартады. Бірақ ғалым егер ол мұны 5 секунд ішінде жасамаса, оның күзетшілері Рия мен Зоиды жойып жіберетінін ескертеді. Өз ойын дәлелдеу үшін ғалым Джоға бақылау камераларынан суреттер жібереді. Ол өзінің екі агентінің Рияны бақылап отырғанын көрсетеді. Уақыт өтіп бара жатыр. Ал басқа амалы жоқ. Джо мылтықты алып, оны әйелге бағыттап, не істегісі келетіні үшін кешірім сұрайды. Алайда, ол триггерді тартқаннан кейін мылтық сөніп қалады. Ал әйел
ол сонымен бірге жұмыс істейтін агент болып табылады. Ғалым оны есінен тандырған мылтықпен таңғалдырады. Бірнеше сағаттан кейін Джо көліктің жүксалғышына қамалып оянып, ұялы телефон арқылы көмекке шақыруға тырысады. Телефон. Алайда ол полицияға хабарласқанда, ғалымның дауысын естиді. Егер ол билікпен сөйлескісі келсе, оны жойып жіберетінін айтады. Қашып құтылудың мүмкін еместігін көріп, Джо оның бұйрығын орындауға келіседі. Содан кейін ғалым артқы қақпақты ашып, оған береді. Оның екінші миссиясы. Джо жабдықты көліктен алып, оптикалық құрылғы арқылы өзіне жіберілген мекен-жайға баруы керек. Бұл жер Джо жұмыс істейтін Redlock компаниясының президенті Чарльз Маргеридің резиденциясында орналасқан. Оқиға орнына келгеннен кейін ол бетперде, тапанша және қауіпсіздік жүйесін басқару үшін қолданылатын кішкентай қара жәшікті алуы керек. Сайып келгенде, оның міндеті қорапты есікке іліп қою. Өйткені бұл оған ғимаратқа еркін кіруге және Чарльз тұратын үшінші қабатқа көтерілуге мүмкіндік береді. Басқа амалы қалмаған, Джо бұл талапты орындап, ғимаратқа қарай бет алды. Ал ғалым дрон камералары арқылы не болып жатқанын бақылап отырды. Ол пәтерге баса көктеп кірген бойда, ғалым Джоны бүкіл бөлмені аралап өтіп, оған үйдің ішінде жасырылған сейфтен комбинацияны табуды айтады. Мұны істеу үшін Джо Чарльздың жатын бөлмесіне барып, оны сейфті ашуға мәжбүр етуі керек. Әйтпесе Зои мен Ри дереу жойылады. Сонымен фонарға мылтық тағып, Джо Чарльздың жатын бөлмесіне барып, тонау туралы хабарлайды. Қарт адамды сейфтің қай жерде екенін көрсетуге мәжбүрлейді. Сейф сонда. Содан кейін Чарльз ас үйге асығады да, сейфті ашқанда, ғалым Джоға ноутбукты ішіне салып қоюды бұйырады. Ол компьютерді қосқанда, жүйе саусақ ізін тануды қажет етеді. Ал ғалым Джоға саусағын оқырманға қоюды айтады. Ол мұны істегенде, компьютер генетикалық сканерлеуді жасайды, және Чарльз мен ғалымды таңғалдырғаны сканерлеу Джоның дыңқысы үйлесімді екенін көрсетеді. Енді ол барлық файлдарды ғалымға тікелей жібере отырып, деректер құрылғысын ноутбукке қосу керек. Тапсыру аяқталғаннан кейін Джо миссияны аяқтау үшін Чарльзды жоюы керек, бірақ ол ешкімге зиян тигізгісі келмейтіндіктен бас тартады. Ғалым талап етеді, бірақ күтпеген шабуыл кезінде Чарльз үстелдегі вазаны алып, Джоның басынан ұрып, көзіндегі құрылғыны өшіріп тастайды. Содан кейін қарт мылтықты алып, оған бағыттайды, бірақ Джо маскасын шешіп, өзінің жеке басын ашып, мұны істеуге мәжбүр болғанын айтты. Қарт адам, оның компаниясының күзетшісі компьютердің генетикалық деректерімен үйлесімді жалғыз адам екенін білгенде таңғалады. Джо мұның нені білдіретінін білмейді, бірақ ол оны көзіне имплантация жасау арқылы осының бәрін жасауға мәжбүрлеген адам туралы ескертеді. Бәрін білгеннен кейін Чарльз ғалыммен байланысып, оны жынды деп атайды және оның жобасы дәлелді себептермен тоқтатылғанын айтады. Алайда, себебін ашпас бұрын, Чарльз ғалымның ұшқышсыз ұшағынан басына оқ тиеді. Адам жойылғаннан кейін ол Джоға рюкзактан қайшыны алып, Чарльздың бас бармағын кесіп тастауын айтады. Өйткені ол оларды келесі соққы үшін пайдалану керек. Тапсырма орындалды. Пәтерден шыққаннан кейін ғалым Джоға Redlock компаниясына оралып, жергілікті күзетшіні ауыстыруды бұйырады. Дронда оқиға орнына жіберіледі, және ол келген кезде ғимараттың желдету жүйесі арқылы шағын құрылғыларды тарата бастайды. Джо қабылдау бөлмесіне кірген бойда, ғалым оған бетперде киіп, құрылғыларды іске қосуды бұйырады. Кенеттен газға негізделген химиялық қару бүкіл ғимаратқа жайылып кетті. Ал ішіндегі Джодан басқаларының бәрі бірнеше секунд ішінде жойылды. Бөлме тазаланған кезде ғалым оған негізгі бөлмеге баруды бұйырады. Өйткені оның ішінде іске қосылуы керек көлік бар. Алайда Джоға бар болғаны 4 минут уақыт беріледі, және оны тездету керек, өйткені қызының өміріне тағы да қауіп төніп тұр. Содан кейін ол ғимарат арқылы өтетін жолды кесіп тастайды, және ол негізгі бөлмеге жеткенде ғалым оған оны алуға болатынын айтады. Оның маскасын шешіңіз, оның айналасында улы газдан қираған бірнеше күзетші бар, бірақ олардың бірі оянып, масканы алып жатқанда қарсы тұруға тырысады. Джоның мылтығы бар еді. Ол оны атып тастады. Джо соңғы секундта жалтарып үлгереді. Мылтықты қайтарып алады да күзетшінің басынан ұрады. Бұл оның есінен танып қалуына келеді. Осы қақтығыстан кейін Джо ғалымнан не істеу керектігін сұрайды. Бірақ аты соның оптикалық құралына кедергі келтірді және олар байланыса алмады. 4 минут аяқталуға жақын қалғанда Джо үмітін үзіп, өз бетімен шығудың жолын табуға тырысады. Бірақ көп ұзамай оптикалық құрылғы қалыпты жағдайға оралады. Содан кейін ғалым оны бөлмедегі орталық компьютерге апарады. Онда Джо Чарльздың саусағын биометриялық оқу құралына қою керек. Ол мұны істегенде көлікке ұқсайтын үлкен бөліктің ішінде шамдар жанады. Биометриялық рұқсаттың арқасында ғалым бұл жерді толық бақылауда ұстайды. Бірақ он әлі Джо көлікке кіріп, басқа құрылғыны іске қосу қажет. Содан кейін ер адам кабинаға қарай бет алады. Бірақ ол кірген бойда есіктер жабылып, ішінен күшті энергия шыға бастайды. Ішінде Джо олардан көлікті өшіруді сұрайды. Бірақ ғалым бас тартады. Өйткені оның эксперименті адамзаттың игілігі үшін аяқталуы керек. Машина бүкіл ғимаратты қиратып жатқан жарылысты тудырмайынша, Джоның дыңқысына қосылатын энергияны көбірек шығара бастайды. Бірнеше минуттан кейін оқиға болған жерді полиция тікұшақтары қоршай бастайды. Ал ғалым не болып жатқанын алыстан бақылап,
эксперименттің сәтті өткеніне риза. Осы кезде оған жұмбақ адам хабарласып, бәрі жоспарға сай болды ма деп сұрайды. Ғалым иә деп жауап береді. Ал Джо эксперименттен аман қалып қана қоймай, екінші кезеңге өтуге дайын. Кейінірек теледидар жаңалықтарында Редлок зауытындағы жарылыс туралы хабарланды, және бұл жаңалықты естіген Зои оның әкесі құрбан болғандардың бірі болды деп есептейді. Майклмен бірге не болып жатқанын көріп отырып, ол әкесінен айырылғанына қайғырады, және оған өзін құтқаруға мүмкіндік бермегені үшін өзін кінәлі сезінеді. Алайда жақын жерде Джо қорғаныс пакетіне оранып оянып, өзін пәтерінде көреді. Ол жарылыстан қалай аман қалғанын білмейді, және не болып жатқанын білу үшін ғалыммен байланысуға тырысады. Алайда Джо денесінде бір түрлі нәрсені сезіп, оның қолынан күлгін сәуле шыға бастады. Қорқып, ол жуынатын бөлмеге жүгіріп барып, ғалымды шақырады, бірақ ол жауап бермейді. Бұл оның ашуын содан бері басынан өткерген барлық нәрсеге ғана арттырады. Әйтеуір, бұл ашу оның күшін арттыра бастайды. Ал Джо жұдырығын қабырғаға соғып, қабырғаны жарып жіберетін күшті энергия толқынын шығарады. Осыдан кейін ғалым онымен қайта байланысып, эксперименттің сәтті өткенін және Джоның денесі бұрынғыдан да күшті екенін айтты. Алайда, егер ол тағы бірнеше сынақтан өтсе және оны тапсырса, ол өзінің әлеуетін толық аша алады. Оның қыздары қайтып келді. Бұл жігіттен бір жола құтылу үшін Джо сынақтан өтуге келседі де, көлігін алу үшін пәтерінен шығып кетеді. Алайда көлік ол жерде жоқ. Ал Джо бұл ашудың бәрі электромагниттік энергия ретінде босатылғанша, одан сайын ашулана бастайды. Бұл энергия жақын маңдағы мотоциклді қуаттандырады, және ғалым эксперименттің арқасында Джоның барлық ашуы енді энергияға айналатынын түсіндіреді. Ол сондай-ақ Джоның сынағы ескі қоймаға бару болатынын айтады. Онда ол қамауға алынған қылмыскер Никоны қызымен бірге алып кеткенін табу керек. Ол жерде ол жігітті тауып үлгереді. Бірақ Нико камерасының жарқылын пайдаланып, оның бағытын өзгертіп, қашып кетеді. Джо оның артынан асығады. Бірақ Нико күтпеген жерден оған темір таяқпен шабуылдап, оны жерде ес-түссіз қалдырады. Бірнеше минуттан кейін ол торға қамалып оянады. Ал қылмыскер оны көп ұзамай есірткі сататын қыздардың бірі Рияның әкесі деп таниды. Нико бұл жағдайдан ләззат алып, теледидардан галлюцинация кезінде Рияға шабуыл жасап жатқанын көрсететін таспаны қосады. Бұл Джоның ашуын одан сайын күшейтіп, оның энергиясы түнгі клубқа таралып, айналасындағылардың бәрін өртеп жібереді. Сонымен қатар, қала орталығында электромагниттік энергиядан жасалған алып фигура сахнаға шығады. Бірақ бірнеше секундтан кейін ол жоғалып кетеді. Ғалым өзінің ұшқышсыз ұшағынан не болып жатқанын бақылап, Джоның күшіне қарамастан, оның әлі де күші жетпейтінін түсінеді. Қоймаға оралғанда, Нико жарылыстан кейін есін жиып, Джоға пышақпен шабуыл жасамақшы болады. Бірақ пышақ оған зиян тигізбейді. Содан кейін ол күзетшісіне оны жоюды бұйырады. Ал ер адам мылтығын суырып алады. Бірақ оқ тек Джоның денесінен өтеді. Ақырында, ол күзетшінің мойнынан ұстап, өзінің энергиясымен оның денесін толығымен бұзады. Содан кейін ол көлігімен қашып кетпек болған Никоның артынан қуады. Бірақ Джо оның алдынан шығып, оны атып бастайды. Содан кейін қылмыскер газды басып, Джоға қарай бет алады. Ол кенеттен көбірек энергия шығара бастайды. Осы күштің бәрі қайтадан жарылып, Нико мен оның көлігіне тиді. Олар толығымен құлап жатыр. Өз қабілеттерін басқара алмаған Джо ғалыммен байланысып, енді ешкімге зиян тигізгісі келмейтінін айтады. Алайда ер адам оған өзінің максималды күшіне әлі жетпегенін және қосымша сынақтар қажет екенін ескертеді. Джо бас тартып, қашып кетуге тырысады. Бірақ оны бірнеше полиция қызметкері қоршап алып, оны кісендеп полиция бөлімшесіне апарады. Ішінде оны оқиға орнында жарылысты көрген және Джоны қылмыскер деп күдіктенген детектив жауап алады. Ол бар шындықты айтуға тырысады. Бірақ ғалым оған полицияға қаланың кеме жасау зауытында бомба қойылғанын ескертуге кеңес береді. Джо бұл талапты орындауға мәжбүр болады. Ал полиция бомбаны табу үшін оқиға орнына асығады. Ал күдікті полиция бөлімінде бақылауда болуы керек. Алайда ғалым тағы да Джоға жүгінеді. Бұл тағы бір сынақ, және ол бомбаны уақыт өте келе залалсыздандыруға қабілетті жалғыз адам. Егер ол сәтсіздікке ұшыраса, ол қаланың бір бөлігін қиратып, Зои мен Рияны қосқанда 20 мыңнан астам адамды өлтіреді. Мұның бәрі Джоны одан сайын шиеленістіреді және оның денесінен энергия қайтадан шыға бастайды. Осының арқасында ол бөлмедегі полиция қызметкерін құлатып, қабырғаны қиратып, сырттағы полиция бөлімшесіне жетеді. Уақытты босқа өткізбей, ол полиция көліктерінің біріне мініп, бомба жарылғанша кеме жасау зауытына қарай бет алады. Алайда оны одан да көп полиция көліктері қуа бастайды. Және ғалым егер ол асықпаса, қыздары бірнеше минуттан кейін жойылатынын ескертеді. Осы күйзелістің бәрі Джоның ішіндегі күштің бақылаудан шығып кетуіне әкеліп соқтырады. Бірақ бұл жолы оның бүкіл денесі таза энергияға айналады. Осы жаңа қабілетінің арқасында Джо найзағай жылдамдығымен қозғала алады. Және бірнеше секундта бірнеше мильді жүріп өтіп, кеме жасау зауытына қарай жарыса алады. Сонымен бірге теледидар жаңалықтарында полицияның Джо Стедман деп танылған күдіктіні қуып келе жатқаны көрсетілген. Содан кейін Зои әкесінің әлі тірі екенін біледі.
бірақ оған не болғанын білмейді. Бірнеше секундтан кейін ғалым жіберген агенттер жас әйелдің пәтеріне баса көктеп кіріп, оны Майклмен бірге ұстап алады. Осы уақытта Джо бақылаусыз қаланы аралап, кеме жасау электромагниттік энергия толқындары ақырында қалаға қарай тез құлай бастаған ұшаққа соғылады. Бақытымызға орай, Джо өз күшін ұшақтың аман есен қонуы үшін пайдаланады және бәрі қауіпсіз болған соң, ол Зоидің пәтеріне қарай бет алады. Ол қызының жақсы екеніне көз жеткізгісі келеді, бірақ ол келгенде тек компьютер тауып алады. Ал ғалым камера арқылы сөйлеседі. Ер адам Зоидің жасырынған жерінде екенін және егер Джо өз миссиясын жалғастырмаса, ол аман қалмайтынын айтады. Алайда Джо осы қауіптердің барлығынан шаршады және ол бірте-бірте өз күштерін басқаруды үйренеді. Сондықтан, компьютер экранын түрту арқылы ол ғалымның орналасқан жерін анықтап, Зоиды құтқару үшін оның жасырынған жеріне барады. Бірнеше секундтан кейін ол бұл жерді тауып, Зои мен Майклдың айналасында күш өрісін жасайды. Содан кейін Джо бұл жерді толығымен жойып, барлығын жойып жіберетін энергия разаттарын шығарады. Мен барлық күзетшілерді еш қиындықсыз жойдым. Бұл жер қауіпсіз болған соң, Джо қызымен сөйлесуге кетті. Ол әкесіне не болғанын сұрады. Ол бәрін түсіндіруге уәде берді, бірақ алдымен Рияны қайтару керек. Алайда, ол кетер алдында Майкл мылтығын алып, Зоидің арқасынан атып тастайды. Дәл осы кезде бәрі ашылады. Басынан бастап, ол экспериментті аяқтау үшін ғалыммен бірге жұмыс істеген жұмбақ адам болды. Майкл қорқатындай, гамма сәулелену энергиясын жансыз жұлдыз шығарып, тікелей планетаға бағыттайды. Осы себепті мінсіз сыналушыны табу өте маңызды болды, және олар Джоны тапқан кезде Майкл оларды мұқият бақылап отыруы үшін қызымен байланысуға бел буды. Алайда, оның ашуы ғана әлемнің жойылуына жол бермеу үшін қажетті күшті босата алады. Осыған байланысты Майкл уақыты келгенде Зоиды атып тастады. Бірақ Джо ашуланып, адамға күш қуат беріп, оның денесін жарып жіберді. Осыдан кейін ол қызына көмектесу үшін кетіп қалады. Бірақ оқ оның жүрегіне тиді және ол ұзаққа созылмайды. Джо оны құтқару үшін қандай да бір жолмен өз күшін пайдалануға тырысады. Бірақ Зоидің қолында өліп жатқанын көруге мәжбүр болады. Осы қайғылы жағдайға қарамастан, ғалымның жоспары әлі аяқталған жоқ, және ол өзімен бірге компьютер алып Джоға барады. Компьютер экранында Ридің үйіндегі камерадан түсірілген суреттер көрсетіледі. Онда екі агент қызға жақындап, оны атып тастаудан тартынбайды. Бұл кескіннен Джоның ашуы барлық шекараларды кесіп өтеді, және ол өзінің барлық энергиясын босатып, орасан зор болмысқа айналады. Осы кезде ғалым одан өз миссиясын аяқтауды сұрайды, және ғарышқа қараған кезде Джо жерге жақындаған гамма сәулелік энергияны көреді. Шексіз қуатпен Джо бүкіл планетаны күш өрісімен жауып, жерді гамма сәулелерден қорғайды. Ғалым өзінің жоспарының жүзеге асқанына қуанышты. Бірақ кек алу үшін ғалымды бір жола жойып жіберетін Джо үшін бағытым жоғары болды. Сонымен қатар, Джо қыздарының денесін алып, энергиясының бір бөлігін оларға бере бастайды. Бірнеше минуттан кейін Зои отбасымен бірге барған жағажайда оянып, жарасы жазылады. Көп ұзамай олармен бірге әпкесі Рия пайда болады. Оны әкесі қайта тірілтті. Апалы сіңлілер құшақтасып, осы кездесуден әсер алып, күлгін энергия планетаны қорғауды жалғастырып жатқан аспанға қарайды. Бұл үшін әкесінің жауапты екенін білген Зои бала кезінде үйреткен Морзе кодын қайталайды. Қазір жерді қорғаушы Джо бұл қимылға сол хабармен жауап беріп, қыздарына деген сүйіспеншілігін білдіріп, Хизердің уәдесін мәңгілікке орындауға уәде берді. Сонымен, бұл фильм туралы не ойлайсыз? Оны төмендегі түсініктемелерде қалдырыңыз. Ал егер сізге видео ұнаса, лайк басып, жазылыңыз. Сондықтан жаңа фильм шолуларын жіберіп алмаңыз. Келесі кездескенше.